Сәлем достар, эфирде қайтадан оңай English бағдарламасы сендермен мен Данияр. Достар, бүгін сабағымызда біз келешек формаларының бірінші түрі future simple туралы әңгімелейміз. Future simple атайтып тұрғандай жай келешек, яғни келешекте болатын іс-әрекеттерді сипаттау үшін қолданылады. Оның жасалу жолы келесідей: will немесе shall көмекші етістігінен кейін бастапқы формадағы кез келген етістік қойылады. Future simple шағындағы етістік жақтарға қарай көріп тұрғандарыңыздай ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Тек бірінші жақта жекеше мейлі көпше түрде болсын, біз willдің орнына shall көмекші етістігін қолданамыз. Мысалға, I shall explain everything. Мен бәрін де түсіндіріп беремін. You will explain everything. Сен бәрін түсіндіріп бересің. Және үшінші жақта жекеше түрде he немесе she will explain everything. Көпше түрде бірінші жақта we мен бірге shall жүреді. We shall explain. Екінші және үшінші жақта көпше түрде біз will көмекші етістігін қолданамыз. Future simple шағындағы етістіктер сөйлемнің түрлеріне қарай қалай ажыратылады? Болымды сөйлем кезінде Мистер Жантөреев will come soon. Жақында Мистер Жантөреев келеді. Will көмекші етістігі және come негізгі етістігі. Айта кетерлік жайт, come етістігі бастапқы формада тұр, немесе infinitive форма деп атайды оны. Болымсыз сөйлем жасау үшін біз will көмекші етістігінен кейін not көмекші сөзін қоямыз. Сонда Мистер Жантөреев will not come soon. Мистер Жантөреев келмейді деген болымсыз сөйлем шығады. Енді сұраулы формадағы сөйлем жасау үшін біз will көмекші етістігін есім мағынасын беретін сөздің алдына сөйлемнің басына шығарып жібереміз. Сонда will Мистер Жантөреев come soon, жақында Мистер Жантөреев келеді ме деген сияқты сөйлемдер құралады. Come негізгі етістігі өзінің орнында бастапқы күйінде қала береді. Future simple шағындағы етістіктер сөйлемде қандай кездерде қолданылады? Оның екі түрлі жағдайы бар. Бірінші жағдай for instant decisions, promises and offers. Біз кенеттен шешім қабылдаған кезде, немесе уәде берген кезде, немесе біреуге ұсыныс жасаған кезде қолданамыз. Мысалға, I shall call you when you are free. Мен саған сен босаған кезіңде телефон соғамын. Біз кенеттен шешім қабылдап тұрмыз. Екінші мысал, I shall always be with you. Мен әрдайым сенімен бірге боламын. Біз біреуге уәде беріп тұрмыз. Және үшінші мысал, we will carry this bag for you. Біз бұл сөмкені сіздің орныңызға алып жүреміз. Біз біреуге ұсыныс жасап тұрмыз. Екінші жағдай for predictions. Яғни біз болашақта іске асуы мүмкін іс-әрекеттер жайлы болжам жасаған кезде аталған future simple шағында сөйлейміз. Мысалға, I think it will rain. Менің ойымша жаңбыр жауады. Екінші мысал, Әлібек hopes she will get back. Әлібек оның қайтып оралатынына үміттенеді. Айта кетерлік жайт, біз болашаққа қатысты болжам жасаған кезде will және бастапқы формадағы негізгі етістіктен басқа think, hope деген сияқты етістіктерді қоса бірге алып жүреміз. Өйткені болжам адамның жеке көзқарасы. Сол себепті think ойлаймын немесе hope үміттенемін деген сияқты сөздердің болғаны сөйлемді жарамды етеді. Көптеген үйренушілерді толғандыратын нәрсе бірінші жақта жекеше түрде және көпше түрде shall етістігін қолданамыз ба, әлде will көмекші етістігіне жүгінеміз бе? Осы сұраққа жауап беріп көрсек, негізінде грамматикалық тұрғыдан алғанда I shall немесе we shall деп сөйлеу дұрысырақ болып табылады. Мысалға, I shall study English. Мен ағылшын тілін үйренемін. Іс-әрекет келешекке қатысты айтылып тұр. Бірақ соңғы уақытта ағылшын тілінде сөйлеушілердің арасында бірінші жақта will көмекші етістігін қолдану кең тарап бара жатыр. Мысалға, I will study English мағынасы тура сондай, мен ағылшын тілін үйренемін. Сол себепті көп түкірсе көл дегендей бірінші жақта will көмекші етістігін қолдану әбестік болып табылмайды. Shall және will көмекші етістіктерінің арасында болымды сөйлем кезінде ешқандай айырмашылық болмағанымен, сұраулы сөйлем кезінде сөйлемнің мағыналарының арасында айтарлықтай айырмашылықтар бар. Мысалға, will I become an adult? Мен ер жетемін бе? Бір адам екінші бір адамнан келер шақта болатын іс-әрекетке қатысты солай болады ма, болмайды ма деген сияқты анықтау мақсатында сұрап тұр. Ал екінші сөйлем кезінде shall I become an adult? Сөйлем мен ер жетуім керек пе, ер жетуім тиіс пе деп аударылады. Келер шақта болатын іс-әрекеттің дұрыс немесе бұрыс екендігін тексеру мақсатында қойылып тұр. Көпше түрде алатын болсақ, will we have lunch at 1 p.m? Біз сағат 1-де түскі асқа шығамыз ба?
келешақта болатын іс-әрекеттің жүзеге асатындығын немесе аспайтындығын сұрап тұр. Ал екінші сөйлемде will'дің орнына shall қоятын болсақ, shall we have lunch at 1 p.m. Біз сағат 1-де түскі асқа шығуымыз керек пе? Яғни іс-әрекеттің дұрыс немесе дұрыс емес екендігін анықтау мақсатында біреуге ұсыныс ретінде айтылып тұр. Достар, бүгіндікке осы. Келесі санымызда біз келешақ формаларының екінші түрі future continuous туралы әңгімелейміз. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше